Şayındı işkim gelmeydi. Ayna dürüst söyle. Saltanat енді біздің жанұямыздың бір бөлігі. Сіз үшін шығар, бірақ маған емес. Сәлем Айна, қалайсың? Бүгін де көңілсізсің бе? Не болды тағы? Сәлем Дина. Үйде бәрі өзгеріп кетті. Әкем мені енді түсінбейді. Тағы өгей анам ба? Иә, мейірімді сияқты, бірақ мен оған сенбеймін. Иә, кейде адамдарды танып білуге уақыт керек, білесің бе? Білмеймін, мен жай ғана өз үйімде бөтен сияқты сезінемін. Сандықтың ішінде не бар екен? Айнаның мамасының суреттері ғой. Мен бұны айнаға көрсетейін. Айна, кіруге бола ма? Айна, ішке кірейін бе? Не үшін? Саған кішкентай тылсым сый бар. Сенің ананың суреттерін таптым. Мұны қайдан алдыңыз? Әкеңнің сандығынан. Сен ренжімеші. Саған бергім келеді. Рахмет. Сені кеше ренжітіп алдым ба? Жоқ, мені ешкім ренжітпейді. Мен тек өтен үйде жүрген сияқты сезінем. Жоқ, олай демес. Ол сенің үйің ғой. Ол бұрын солай болған. Не болды? Тағы да үндемей отырсыңдар ма? Таңнан бері ауыр атмосфера. Себебі бұл үйде бәрі өзгеріп кетті. Айна, жетеді. Салтанат саған жаман ештеңе істеген жоқ. Әкешім, мүмкін саған солай көрінетін шығар. Мына қызға не болған? Телефон шалсам да алмайды. Қайда кетті екен? Барып іздеп келейін. Айна, сен мұндасың ба? Қайда кеттің? Мен сені іздеп жүрмін ғой бағанадан бері. Сіз неге келдіңіз? Сен жоғалып кеттің ғой. Сені уайымдадым. Мені уайымдаудың қажеті жоқ. Мен сізге қызыңыз емеспін. Бірақ мен сені солай қабылдағым келеді. Сенің орныңды ешкім де баса алмайды. Сіз мен анам емессіз. Білемін. Бірақ мен сені ренжіту үшін келген жоқпын. Сенің анаң менің жақсы досым болған. Ол сені қатты жақсы көрген. Және мен саған соны жеткізгім келді. Сіз анамды танитын бедіңіз? Иә. Біз бір мектепте бірге оқыдық. Сенің күлімдеуің де, даусың да тура анаң сияқты. Соған ұқсайды.
Мен жай ғана анамды сағындым. Екеуміз кел бірге еске түсірейік. О, екеуің достасып алдыңдар ма? Мүмкін, иә. Біз енді отбасымыз.